Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кішкентай балаларға арналған шалбар килоты тігіп үйренеміз. Оны тігу өте оңай, тіге алмайтын адамдар да тігіп ала алады. Шалбарымызды бастамай тұрып, менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Біздің шалбар килотымыз жаздық маусымға арналған, сол себептен де мен ХБ матасын қолдандым. Ені 1,5 метрлік матадан 60 сантиметр ұзындық мата керек бізге. Осы 1,5 енді матадан 104 сантиметр қылып, бізге керек матаны қиып аламыз. Оны осылай 4 қабат қылып бүктеп аламыз. Енді шалбардың пішімін мен осындай қызымның күнделікті киіп жүрген джинсы шалбарын алып, осыдан түсіріп алдым. Шалбарымның фасонын кішкене өзгертіп, кеңдеу қылып кесіп аламын. Пішімнің бәрін артқы бой негізінде алдық. Енді осы артқы бой негізінде алдыңғы бойды да шығарып аламыз. Біздің килотымыздың жан тігістері болмайды. Сол себептен де екі ортасын сызықпен ортасы екенін белгілеп алайық. Қазір ол бізге қажет болады. Төрт қабат қылып артқы бойды осылай қиып аламыз. Енді қазір алдыңғы бойды есептейміз. Белінен төмен қарай 3 сантиметр түсіреміз және сол нүктеге ортасынан түзу жүргізіп, осы артық жерін қиып тастаймыз. Енді ауынан тереңдігіне қарай 2 сантиметр ұзына бойы түзу жүргізіп, ол жерінде қиып алып тастаймыз. Міне, ол бізде алдыңғы бойы, ұзын жағы артқы бойы. Осымен шалбарымыздың пішімі дайын. Ортасын белгілеп алайық. Қазір ол бізге қалтаны орналастыру кезінде керек болады. Енді қалған матамыздан бұйымымыздың басқа детальдарын дайындап алайық. Белімізді өлшеп аламыз. Өзімізге керек өлшемді белімізді шығарамыз. Менде бір айналым жетпегендіктен мен 2 деталь қылып кесіп алдым. Өзіме керек өлшемді қиып алдым. Біздің беліміз резинка болады. Сол себептен де біздің беліміздің ені 12 сантиметр. Ал резинкамыздың ені 3 сантиметр. 12 сантиметрді ортасынан бүктегенде 6 сантиметр болады. Біздің беліміз дайын. Енді кезекте 2 қалтаны қиып аламыз. Мен 16-да 20 сантиметр өлшемінде қиып алдым. Және қалтаның аузын осылай түзу сызық сызып алдым. Ол жерге қазір біз дублерин жабыстырамыз. Дублеринді жабыстырып болғаннан кейін қалтаның аузын қайтарып үтіктеп аламыз. Және жандарында бірден үтіктеп аламыз. Қазір ол біз сыртынан жапсырып тіккенде өзімізге ыңғайлы болу үшін. 2 қалтаны да осылай үтіктеп дайындап аламыз. Енді қалтаны жапсырып тікпей тұрып, бірінші қалтаның аузын өңдеп алайық.
Ол өте оңай жолмен өңдейміз. Бірінші оверлокпен жүріп алғаннан кейін сыртынан түзу тігіс жүргізе саламыз. Тігісті екі қатар қылып жүргізсеңіздер де болады. Мен бірақ бір қатар қылып жүргіздім. Енді жаңа үтіктеліп дайындалып тұрған қалтамызды шалбарға орналастырамыз. Ол үшін шалбарды жайып, тура ортасын белгілеп алдым. Және жоғарыдан төмен 20 см түсіріп, осында қалтаны сызып алдым. Екінші бөлігімізді қойып, кішкене қолмен ұрып жіберейік, біздің борымыз екінші жаққа бастырылу үшін. Міне осында иненің көмегімен қалтамызды орналастырып аламыз. Қалтамызды жапсырып, тігіп аламыз. Инелерін алып отырып, қалтамызды айналдырып, тігіп шығамыз. Мен иненің көмегімен қалтаның ұштарын ішіне қарай кіргізіп отырдым. Алдына аузына осындай закрепка береміз. Одан кейін мен екі қатар тігіс түсірдім, және бұрыштарына да осылай закрепка беріп шықтым. Міне бізде екі қалтамызда дайын болды. Өте әдемі, тиянақты болып шықты. Енді алдыңғы бойымызды қосып аламыз. Артқы және алдыңғы бөлшектерін бір-біріне қосып аламыз. Түзу тігіс жүргіземіз. Одан кейін оверлокпен өңдеп аламыз. Алдыңғы артқы бойларын осылай қосып, оверлокпен жүргізіп алдық. Енді ауын қосатын боламыз. Оның тура ортасынан инемен түйреп алып, бір балағының ұшынан бастап тігіп, екінші балағының ұшына дейін түзу тігіс тігіп шығамыз. Енді осы жерін оверлокпен жүріп өтеміз. Енді белімізді өңдеуге кірісейік. Жаңа кесіп алған екі бөлшегімізді екі жағын қосып тігіп аламыз. Және видеода көрсетілгендей бір жағынан осында тікпей резинка өткізетін кесігін қалдырып кетеміз. Оны ішке қарай қайтарып, шалбарымыздың аузына
инемен түйреп қосып дайындап аламыз. Осылай шалбарымыздың белін, шалбарымыздың аузына инемен айналдырып қосып аламыз. Одан кейін 1 сантиметр қылып, түзу тігіспен айналдыра тігіп шығамыз. Айналдырып тігіп болған жері менде видеода түспей қапты. Сол себептендерде сіздерге осы жерден үлгі арқылы көрсетіп кетемін. Міне осылай тіккеннен кейін белімізді ішіне 1 сантиметр қайтарып, осы жеріне инелерді қадап алып, тура тігістің қасынан 1 миллиметр қалдырып, түзу қылып тігіс жүргіземіз. Бұл бізде үлгі. Міне бұл екінші бетті осындай болып шығады. Енді қайтадан видеомызға оралайық. Міне белімізді осылай қосып аламыз. Енді оң бетіне айналдырып қараймыз. Міне осындай тігіс шығады. Енді резинкамыздың енін өлшеп алып, айналдыра түзу тігіс жүргізіп аламыз. Бұл біздің резинкамыздың үстінде осындай желбіршек құсап, әдемі болып тұру үшін осындай қылып жасадым. Желбіршегіміз бізде 2 сантиметр болып шықты. Енді резинкамызды түйреуішпен өткізіп аламыз. Резинкамызды зигзаг тігісімен жүргізіп, ішіне кіргізіп аламыз. Міне біздің килотымыздың белі, қалтасы дайын. Енді балағын өңдеу ғана қалды. Ол қарапайым жолмен, оверлокпен жүріп, сыртынан түзу тігіспен айналдырып жүріп өтеміз. Осы пішінмен шорты тіксеңіздер де болады. Осымен біздің килотымыз дайын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.